Енді ары қарай айтатын болсақ, екпін акцентуация заңдылығы. Бұл да негізгі заңдылық біздің тіліміздің. Себебі бізде сөздің соңғы буынына екпін түседі. Екпіннің осы сөздің соңғы буынына түсуінің өзі көп нәрсені аңғартады. Сол сөздің аяқталып дұрыс сөйлеуінде. Мысалы, жаңағы бастапқы кезде көп ғалымдар бұның жаңағы біздің тіліміздің бір қасиетті тілділігі деген бір қасиетті тілі деп қарамады бастапқы кезде. Яғни орыс зерттеушілері зерттеген кезде бұл жаңағы миссионер ғалымдар деп айтамыз ба, қазір қалай деп айтып жүр өзі. Сөзді бастаған кезде жаңа татар ғалымдары сияқты миссионерден бастамай бірден Ыбырай Алтынсариннің әліппе жасап біздің тілімізді ерекше жетілдірген туралы айтып, немесе Шоқанның жаңағы Манастан бастап бүкіл түркі халықтарына қаншама пайда әкелгендігін айтып, сол ағартушы зерттеушілерімізден бастап айтсақ, тарихымызды өте жақсы болар еді. Енді екпін туралы айтқан кезде түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде екпін сөздің соңғы буынға түседі деген белгісі бар. Ол жай ғана жаңағы бір басқалардан ерекшелену үшін немесе басқа біреуге мына біздің осындай бір жағдайымыз бар деп түсіндіру үшін емес. Бұл негізі тіліміздің өзінде сақталған негізгі заңдылықтың бірі. Егер сіз осы заңдылықты білмейтін болсаңыз, онда орыс сияқты, жаңағы шала қазақ сияқты ала-құла сөзбен сөйлейсіз. Мысалы, мен барып айттым деген сияқты бір ерекше бір сөйлеп тұрған кезде көрінеді ғой орыс тілді адамның тіліндегі екпіні. Бұл ежелгі құбылыс болмағанмен де түркі сөздері негізінен қатаңнан басталып бір буынды болып келген. Енді сол бір буынды болып келетін дегенмен екпіннің соңғы буынның алға қарай жылжуы сын есімнің интенсив формаларынан, лепті сөйлемдерден, немесе жаңағы одағайдың кенет болған қорқынышты бір білдірген кезде екпін басқа буынға түседі дейді. Егер таң қалдыруды білдірсе, сөздің соңғы буынына ауысады. Мысалы, лепті сөйлемдері, сен бар, айт деген кезде, бар, айт, бәрі бір буындар. Сол бір буынның құрамында ол бастапқы жағында тұр ғой, қалай дегеннен де. Енді осы екпіннің сөздің соңына қарай жылжуы сөз құрамының күрделенуімен байланысты. Екпін түспеген буындар сөз құрамында әлсіреп, көмескіленіп, тіпті кейде түсіп те қалады. Бірсыпыра дыбыстар екпін ауысуымен байланысты қысаңданып, кейбірі көмескіленіп, тіпті айтылуы да байқалмайтын дәрежеге жетеді. Мысалы, қазақ тілінде жапырақ деген сөздерде топырақ, көкірек деген сөздердің құрамындағы редукция сондай құбылыс. Қазір қазақ орфографиясында осындай сөздердің жазылуы қиындық тудыратыны да сондықтан. Сөздің соңғы буынның екпінді болуы сол буынның құрамындағы дауыстының алдыңғы буын құрамындағы дауыстыға әсерін тигізгенінен. Мысалы, жақсат десең, жақсат дегенде түсіп қалып тұр ғой алдыңғы сөздегі. Жақсы ат десең, сен басқаша сөйлеп тұрсың, дұрыс емес. Ал жақсат десең, жақсатты болыпсың, дұрыс болыпты ғой дейді ғой. Мысалы, келіндерде жараулы келін дейміз, сол сияқты. Жақсатты келін, жараулы келін дейміз. Сондағы жақсы ат. Енді бұл жерде ат туралы айтып тұр. Қара ала ат, қарал ат. Басқа да грамматикалық формалардың қалыптасуы осы құбылысқа барып тіреледі. Себебі екпіннің түсуіне қарай сол сөздің толық айтылуы, не толық емес айтылуы басталады. Яғни тілдің үнемдеу заңы да екпінге байланысты. Екпінді ат ниетін формаларының қалыптасуы да осы өзгерістің нәтижесі деп айтылады. Бұл форманың алғашқы түрі тұрған болған. Содан кейін тұғын деген диалектілік ерекшелік ретінде қазір қалып тұр. Содан кейін барып тұр
яғни есімше формасы. Тұрған дегеннің қазір сақталған тұғын деген формасы Қызылордада бар. Қызылорда өңірінің тілдік ерекшелігі, жергілікті тіл ерекшелігі. Барған тұғынмын, айтқан тұғынмын, тұғынмын дегеннің бәрі тұрғанмын деп тұр. Екпін түспеудің салдарынан өзінен баратұғын нәрсе, баратұғын концерт екен деген сияқты. Сосын атын деген жаңағы есімшенің жұрнағы қалды. Мұндағы құбылыстар әлде болып отыратынына мына мысалдар дәлел. Келатыр, түрегел, баратыр, келе жатыр, тұра кел, бара жатыр айтылу нормасы ретінде әбден қалыптасып кеткен сөздер. Әрине жаңағы бір кісінің әзілі бар еді, сен қызылордалықсың ба, иә десем, сен онда атып сөйлейсің ғой дейді. Атқан не істесем, баратқанмын, келетқанмын, айтып бірдеңені көрсетіп жатқанмын деп айтпайсың, көрсеткенмін дегенде бәрінде атқанмын деп сөйлейсің дейді. Сол кездерде енді мүмкін қазіргі уақытта сол тіпті жиі кездесіп, оның нормаға сай еместігі айтылмай да жүр қазір. Басында мен Қызылордадан келгенде солай сөйлейтін, баратқан, келатқан деп. Сөз құрамындағы редукция құбылысының тағы бір көрінісі ған есімшесі және соң шылауының тіркесі. Келгесін, барғасын, айтқасын, көргесін деген сөздерде. Шылау екпін түспегендіктен өзгеріп, грамматикалық формант дәрежесіне жетіп қалды. Соң деген шылау. Жаңа айттық қой, екпін түспегеннің арқасында көптеген сөздер өзгеріске ұшырайды деп. Яғни шылау деген ол бір жаңағы бірнеше сөздерді құрастырып тұрған сөз табын, сөз таптастыру заңдылығы бойынша сөз табының біреуі болып тұрған дәрежесінен дәл осы соң деген шылау осы тіркеспен келген кезде келгесін деп ауысып, өзінің дыбыстық құрамын ауыстырғаны ештеңе емес, формант дәрежесіне, яғни жұрнақ дәрежесіне, белгілі бір форма түрі дәрежесіне түсіп бара жатыр. Яғни форма мен түбірдің ортасындағы дәрежеге жетті. Бірте-бірте ол жұрнаққа, яғни формаға айналады деген сөз. Қазіргі түркі тілдерінде көбінесе көмектес жалғауы деп айтылатын грамматикалық форма әрине біле, іле немесе білен шылаулары қолданылады. Өткен ғасырда қолданылған кітаби тіл құрамында илән, бірлән шылау қолданылған. Енді бізге Сейілбек Молдажарұлы Исаев сабақ берген морфологиядан. Сол кезде өзі морфолог, жаңағы ол кезде ағай деген жас ректор болып тұрған кезі, ректордың сабағы деп біз жаңағы 1 минутта кешікпей алдын ала 15 минут бұрын келіп, жайғасып отырып лекциясын 80 минут тыңдайтынбыз. Сол кезде ағай осы біле, іле, білен, бірлән деген сөздерді түсіндіретін. Білән деген, мысалы, өзбектердің сөзін байқасаңыздар, білән дегенді қосып сөйлейді. Мен білән барамысың деген сияқты. Сонда сол білән, біля, бірге деген сөздердің барлығы, осы білән, біле немесе илән деген сөздердің барлығы, білән деген сөз, бірлән деген сөздердің барлығы, бірге деген сөздің түбірі деп үйрететін бізге. Бірақ соны жаңа көмектес септіктің жалғауы содан шыққан мен, бенен, жаңа бен, бенен, пен, пенен деген жалғаулары бар көмектес септігін. Соны бұл жаңағы шылаудың әлсіреуі, бұл жерде де шылаудың әлсіреп сөздің жаңа жұрнағына айналған дейді, бірақ бұл жерде формантқа айналмайды. Бұл жерде тікелей көмектес септігінің жаңағы несіне жалғауына айналып кетеді.
Енді сол жерден жаңағы біздің өзбек тілінің шылауларынан гөрі біздің тіліміз формантқа айналып жатқандықтан шылау тұрғысынан келгенде қазақ тілі өте көне тіл, өзбек тілінен де көне екені осы жерде көрінеді деп бізге түсіндіретін. Сонымен редукция құбылысы тіл дамуының барысында оның морфологиялық жүйесінде едәуір із қалдырған фонетикалық құбылыстың біреуі. Сөздің жиі қолданып жаңағы өзі бір нәрсені қолданып келе жатқанда мына неде морфологиялық операция деген олай емес. Жараның морфологиясы деген нәрсе бар медицинада. Сонда жаңағы бір жара шығып, соның морфологиясын бірінші анықтайды, яғни құрамын анықтайды. Сосын сол құрамына қарай оған жаңағы дәріні егеді. Не укол салады, не жаңағы жағады, жақпа дәрі береді, крем бірдеңелерді. Немесе жаңағы құйма дәрі, себетін дәрілерді береді. Сонда мынау мен енді көбінесе осы неде жүрдім. Әкемнің бір жеңгесі Ташкенттен мынандай нені бітірген екен, медицинаны бітірген. Сөйтіп мына балалардың жаңағы мұсылман жасайды балаларды. Сөйтіп ол менің 1-ші класс, 2-ші класс, 3-ші сыныпқа дейін оқыған кезімде жас сайын каникулда келеді. Менімен байланысы оның мені ертіп барады, сосын жаңағы операцияны жасап болады. Үйдің ішінде салқынын жаңағы не вентилятор әкеп қойып қою керек деген сияқты. Біз жақта шыбын көп қой. Шыбын кірмеу керек, қараңғылау. Қараңғылап 2-3 күн бұрын бөлмені дайындайды, салқын бөлме болу керек деп, бала содан кейін жаңағы қараңғы бөлмеге кіріп жатпайды. Оның терезесін ашып, жарқыратып, жарық түсіріп, алдап сулап отырып, жаңағы әжеміз жаңағы мұсылман қылып шығарады баланы. Сол кезде байқағаным, соның жарасының тез қотырланып, жазылып кетуі үшін қазіргі кезде мысалы көптеген шешелердің, мамалардың, мен өзімнің айналамда жатақханада тұрғанда байқадым, ұлдарын мұсылман қылған кезде кішкене қылаң қылып нені жасайды. Не аты Құдай-ау? Қызыл су ше анау, кішкене тамыз жіберсе, марганцовка. Соны жасайды. Ал ол кезде менің жаңа әжеммен бірге жүрген кезде мына стрептицид бар ғой, таблеточный. Сол стрептицидті себетін. Сеуіп қояды, сосын оның үстіне жаңағы бір жасап қоятын кальцосы бар, неден. Газет көп қой сол кезде. Газеттен кальцой жасап қояды. Сосын оның бетіне жаңағы суланған дәкемен жауып қояды. Тура жаңағы салқын дәке, жаңа терезе ашық тұр, әдемі. Ыстық ауа кіреді ғой, жаз ғой, шілденің уақытында болады ондай нәрсе. Сөйтіп жаңағы тез құрғатып, ана не деген суының бәрін алып сөйтеді. Бірақ оның бір ерекшелігі 1-2 күннен кейін ақ бірден қотырланып жаңағы. Бала өзі сол күн-ақ уже солығын басып, жаңағы іріңдемейді, басқа қылмайды, шыбын жоламайды, дәрінің иісі шығып тұрғасын. Сонымен бірден жаңағы папасының көйлегін киіп, 2 сағат, 3 сағаттан кейін жүгіріп кетеді бала, жұрттан сүйінші сұрап. Сонда қарап отырсақ, енді көп жүгіртуге болмайды ғой. Бір сағаттай ара-арасында 10-15 минут сайын қайтадан келіп демалдырып, сөйтіп ойнату керек ол кезде баланы. Соны қарап отырсам, жараның морфологиясы деген жаңа кесілген жердің морфологиясының өзін білді. Сөйтіп соның тез бітіп кетуін білгеннен кейін ол жаңағы сенімді түрде қарап, сенімді түрде өзінің әрбір түбірдің мысалы морфологиясын көріп тұрған адам, әрбір түбірдің тарихын біліп тұрған адам, ол өзінің сөзінің заңдылығы қайсысы кейінгі кезде оның тіліне енді, және енді сол жаңа тіліне ену арқылы
тілінің бір заңдылығын құртып бара жатқан дүниені көріп тұруға тиіс. Сонда әрбір адам тек екпінді жаңағы осындай түрге бөлінеді, мынандай жерде тұрады, екпін деген сөздің соңғы буынына түседі деп қана білу керек емес. Сонымен қатар сол сөзді бала сөйлеу тілінде қалай қолданып тұр, және ол қолданған кезде мағынасы, мәні балаға қалай естіліп тұр. Сен жаңа дұрыс емес қолданып тұрсың, соның арқасында бала оны естімейді. Ал енді тікелей бір акцент беріп сөйлеш дейді ғой бір нәрсеге. Сондағы акцент ол бізде кімнің айтуы бойынша, Әлімқан Жүнісбектің айтуы бойынша акцентуация заңдылығы бар, сингармониялық заңдылық бар. Бұның бәрі сөздің арасындағы жаңағы басқа дүниені теуіп, өзіндік дүниені, төл дүниені қалдырып тұру үшін ең қажетті тілдің, былай айтқанда, иммунитеті. Тілдің иммунитетін білу арқылы ғана сіз бөтен нәрсені тілімізге енгізбей, жаңағы өзінің заңдылығын сақтап келе жатқан қасиеттілігін аңғарасыз. Болды, сонымен сабақ бітті бүгінгі. Түгел қатыстыңыздар ғой, топтың старосталары маған тізімді жіберерсіздер WhatsApp-қа. Қатыспағандар аз болса, сол қатыспаған 3-4 баланы жазасаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Жарайды апай. Сау болыңыз.